жақұттарымызды білмедік, және осындай ату жазасын әкелді. Советтік биліктің ең үлкен қасіреті қызыл террор, сталиндік. 25 мың адам атылды, 103 мың адам қуғын сүргінге ұшырады. Алжирде, Карлакта, Гулакта қаншама алаш қайраткерлердің әйелдер отырды, сотталды, атылды, балаларының бәрі жүрді. Ал ол лагерден аман есен келгені түрлі ауруларға ұшырап, психикалық жағдайда өмірден күйзеліп өтті. Ал олардың ұрпақтары қандай болады? Мықты еді. Біз көксүт қалдық. Ал көксүт қалғаннан кейін көксүтті не газға қой, пешке қойдан қайтып қаймақ шықпайды. Өйткені қаймағын қалқып алған. Көксүт болғаннан кейін біз бүгежек болдық, жалпақ болдық. Бүгінгі аға буынның жағымпаз болатын болса, кейінгі буынның жалтақ болатын болса, ол соның салдары. Деректерді қайдан алдыңыз? Мысалы, мен 17 жасымнан бастап архивке кіріп көрдім. Архивтің шаң басқан архивінде жұмыс істедім. Сода мынау демікпені де жұқтырдым. Дем жетпей қалатын сәттер болды. Өйткені шаң тозаңмен жұмыс істегеннен адамның организмі әлсірей бастайды. Сол архивте отырып жылаған сәттер өте көп болды деп айттым. Өйткені қазақтың тұлғаларының байланысы атылған. Мысалға, Алматыдағы орталық архивтің 64-ші, 25-ші, 18-ші фондтары бар. Бұл фондтар өте ауыр фондтар. Совершенно секретных деген документтер берілген. Одан кейін Алматыдағы бұрынғы партия, қазіргі тұңғыш президент архиві бар. Петербургдағы архив бар. Одан кейін Москвада Гаров деген архив бар. Ресей Федерациясының бас архиві. Одан кейін Мәскеудің жанында Химки деген қала бар. Онда құпия архив сақталған, әскери архив. Соның барлығын көрдім. Алаш заманының, советтік қайраткерлердің атылуы. Сол архивтерде анық шынайы жазылған, бір-бірінің төбесіне жазылған доностар, бірін-бірі қорғындаған, бірін-бірі құлатқан, бірін-бірі өлтірген замандар. Тіпті мен жақында Ильяс Есенберлиннің архивімен жұмыс істедім. Сонда таң қалдым. Ильяс Есенберлин, Хамза Жүсіпбеков деген алаш қайраткер болған. Егемен Қазақстанда бас редактор қызмет атқарған. Сол Хамза Жүсіпбектің Диляра деген қызын алған, халық жауының қызын алған Есенберлин. Есенберлин 1915 жылы туған, Міржақыптың қызы Гүлнар Дулатовамен бірге оқыған. Сол Есенберлин қазақтың 5 ғасырлық тарихын жазды, көшпенділерді. Сол көшпенділер Ленин атындағы ең үлкен сыйлыққа ұсынылған кезде біздің өзіміздің қазақтар, өзіміздің көзі тірі бүгінгі 90-ның 5-іне келген әдебиеттің патриархы Әбдіжәміл Нұрпейісов бар, Зейнолла Қабдолов ағаларымыз, Тахауи Ақтанов сияқты ағаларымыз Әбіш Кекілбаев бар арасында мақтайтын. Осы кісілер Мәскеуге арыз жазады. Есенберлин бұл романға татымайды, бұған бермеңдер деп. Сөйтіп Есенберлиннің сағын сындырғанбыз. Есенберлин 16 жылда 25 роман жазған адам. Барлығы қазақтың тарихы. Сөйткен Есенберлин жүрек талмасынан қайтыс болды. Кім кінәлі? Тағы да өзіміз. Міне, архив осындай дүние. Біз осыдан сабақ алуымыз керек.